Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Достарыңызбен және де әлеуметтік желілерде бөлісуді ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздермен осындай тауықпен жасалынатын тамақтың рецептімен бөліскім келеді. Осылай ұнды електен өткізіп алып, тұзымды және өсімдік майын құямын осылай. Енді үстіне қатты қайнап тұрған осындай су құямын. Ол қол күйіп қалмау үшін осылай лопаткамен кішкене араластырамын. Және сәл суығаннан кейін қолмен илеп кәдімгідей қамыр басамын. Бұл қамыр өте жұмыс жасауға ыңғайлы, қолға дым жабыспайтын керемет қамыр шығады. Міне осылай илеп шықтым. Менің қамырым дайын. Мен оны қазір бір мешокке салып, осылай қойып қоямын, кішкене тынығып тұру үшін. Әзірше менің қамырым тынығып тұрған кезде мен салатын салмамды дайындадым. Ол үшін бір үлкен немесе екі орташа пиязды алып, осылай жіңішкелеп, уақ етіп барынша турайсыздар. Одан кейін мен тауық етін алдым осылай. Тауық етінде уақтап тұрып тураймыз. Тауық етінің өте жұмсарып кетпей, кішкене мұздатқыштан шыққаннан кейін сәл қаттылау болғаны жақсы, сонда әдемі туралатын болады. Және де мен осындай картопты тазалап алып, картопты да уақтап турайтын боламын. Барлық құрамының мөлшері мен видеоның астында қалдыратын боламын. Мен аздап укроп салдым бұл жерде. Сіздер өздеріңізге ұнаған қандай бар, петрушка, укроп, кез келген шөпті салуларыңызға болады. Және тұз салдым. Тұз, бұрыш, кориандр, паприка салып, қазір мен салатын салмамның дәмін келтіремін. Енді осылардың бәрін салып болған соң, салмамды әдейі жақсылап тұрып араластыратын боламын. Барлық құрамның көлемі видеоның астында описаниеда жазылатын болады. Салмамды дайындап алғаннан кейін мен жаңағы қамырымды шығардым. Қамырды қазір мен 50 граммнан бөліп шығамын. Тестімді бөліп шығып, дөңгелектеп, бәрін домалақтап алдым. Бетін жауып қоямын, себебі қатып қалуы мүмкін. Және бір қамырымды алып, жұп-жұқа етіп тұрып жаямын. Бұл қамырмен жұмыс жасау өте жеңіл, қолға жабыспайды, ыңғайлы. Мен осындай кесеме кигіздім. Кесенің диаметрі 10 см болады. Осыған мен 4 ас қашықтан сала отырып, молынан салмамды сала отырып, тағамды дайындадым. Бір шетінен алып, екінші шетіне қарай қамырды жинай беру арқылы қамырды жасап шығамыз. Осы видеодағыдай қарап жасап шығасыздар. Міне осылайша мен барлық тағамды жасап шықтым. Енді қазір пісіретін боламын. Ол үшін ең алдымен осылай табамды алып, кішкене өсімдік майын құйып, бір жуанды алып қуырдым. Жуамды әбден кәдімгі прозрачный болғанға шейін жақсылап тұрып қуырып аламын. Осылай жақсы қуырылғаннан кейін үстіне сәбіз салдым. Күштің үлкен көзіне өткізіп сәбіз салып, оны да бірге кішкене қуырып алдым. Және де әдемілік үшін осындай болгар бұрышын жіңішкелеп турап салдым қосып. Кішкене тұз қосып, тағы да жақсылап қуырып алдым да. Енді осы немнің үстіне, қуырылған оштардың үстіне жаңа дайындаған тағамды салдым.
осылай бір-біріне тақап тұрып салып шықтым. Енді қайнап тұрған ыстық суды ортасына шейін құятын боламын. Міне ортасына шейін құйдым. Енді қақпағын жауып, жай отта 35-40 минуттай қайнатамын. Міне менің тағамым қайнап жатыр. 40 минуттай уақыт өтті, міне тағамым пісіп шықты. Өте дәмді тағам болды. Ортасын кесіп көрсетсем, міне мынандай болады ортасы. Өте дәмді, өте тойымды, біреуінің өзі бір адамға жарап болатындай тағам болды.